Ұстаз, осы сөзде қаншама құдіретті, қасиетті ұғым жатыр. Ыбырай Алтынсарин атамыз жақсы мұғалім мектептің жүрегі дегендей, жүрексіз өмір болмайтыны сияқты, ұстазсыз кемелдікке жетуде қиын. Өз кәсібін жанындай сүйген білімді ұстаз ғана ұжымы, шәкірттері алдында үлкен құрметке бөленеді. Кенемек ауданының Жаңақазған ауыл орталығында орын тепкен 5-ші жалпы орта тәлім мектебі ұзақ жылдық тарихқа ие. Жаңа оқу жылы басталуында мектептің 1968 жылғы түлектері, яғни ақсақалды қариялар менен ақ жаулықты аналар 50 жылдық кездесуде бас қосты. Әрине мұндағы басты мақсат балдәурен балалық шақ пенен жастық қайраты бойында болған кездерді еске алу болды. Қаһармандарымыз 1968 жылы енді ғана мектепті тәмамдаған, үлкен өмір алдында тұрған жастар болса, бүгінгі күнде үлкен бір отбасының иелері, немере шөберелерінің ақылгөйі, елдің құрметті азаматтары. Мерекеге 50 жылдық қатысушыларымен қоса, өздеріне тәлім-тәрбие берген ұлағатты ұстаздар да шақырылды. Мұндай көрсетілген сый құрметке риза болған ұстаздар да шәкірттеріне өз алғыстарын білдірді. Жаңақазған орталығындағы нөмір 5-ші орта мектепте 1968 жылы бітірген бітірушілердің 50 жылдық кездесу кеші болып отырыпты. Міне 1968 жылы ең осы Кенемек ауданындағы үлкен орта мектептің бірі осы Жаңақазған орталығында еді. Соның үшін шөлдің қиыр шеттерінен, көрші ауылдардан, көрші совхоздың фермаларының балдары баршасы келіп осы жерде оқитын. Міне сол уақытта біздерде бірнеше бала, 60-тан астам бала интернатта жатып оқып, осы жерде, яғни 67-ші жылы ең бірінші 10-ші сыныпты бітірген оқушылар бітіріп шықты. Біздер екінші кезектегі екінші бітіруші 68 жылғы балдар болды. Біздер осы мектепте 23 оқушы бітіріп, міне осы 23-тен қазір 17-сі қатынасып отырыпты. 68 жылғы жағдайларды еске алып отыратын болсақ, міне қазір осы біз тұрған осы зал ғана сол 68 жылғы оқыған мектеп, біздер жатқан интернаттың залы еді бұл. Енді қазір 68 жылға қарағанда мектептер жаңадан салынған, жаңа жиһаздармен безендірілген, өте осы шөлдің орталығындағы ең көрікті бір мектептердің бірі болып, міне қазіргі күнде де осы республикамызда белгілі Нариза Ибагүл міне осы мектепті басқарып отыр. Қазірде осы ауданда республика көлеміндегі ең көрікті, ең бір алдағы мектептердің бірі. Міне бұл жерде неше мыңдаған шәкірттер өсіп шығып, республикамызда белгілі болған шопандарымыз бар, жоғары оқу орнын бітіріп, колхоз басқарған, совхоз басқарған, және неше медицина саласында істеп жатқан врачтар, неше бір медсестраларымыз елімізге танымалы. Ал енді біздерге келетін болсақ, міне қазіргі достарымыз көзі тірісі, бәрі аман, балалы, шағалы. Және бір айта кететін не, осы біздің сыныпымызда 68 жылы бітірушілердің ішінде 80% жоғары білімді десек болады. Оның ішінде оқытушы да бар, оның ішінде мал докторы да бар, зоотехник та бар. Және бір қуанарлық жағдай, осы дәуірге келіп, ең бірінші рет Сарыбел зонасында ең бірінші атанып отыр мынау Кенже деген досымыз қажыге барып, қазір біздің Сарыбелдегі ең тұңғыш қажылардың бірі. Дүниеде сан түрлі кәсіптер бар. Санай берсек бірі-бірінен қызықты да абыройлы. Әр кәсіптің өмірімізде өзіндік алар орны бар. Өйткені кәсіп адамды емес, адам кәсіпті безейді, көркем етеді. Бірақ та бұл дүниеде сондай бір кәсіп бар. Елбасымыз бұл кәсіпті ұлы кәсіп деп атап, басқа барлық кәсіп оның негізінде қалыптасуына ерекше екпін береді. Бұл кәсіп оқытушылық, тәлімгерлік. Білім теңіз, үйрету және тәрбиелеу оның екі қорлығы болса, осы екі қорлықты да бір уақытта елеу нағыз ұстаздың міндеті. Бүгінде 50 жылдық кездесуге келіп отырған қарияларымыз да осындай ұлағатты ұстаздардан тәлім тәрбие алған.
1968 жылғы түлектер арасында малчы майталмандар, еңбек қайраткерлері, көп жылдық педагогикалық тәжірибеге ие ұстаздар, басқа да салаларды иелеген азаматтар бар. Ең қуаныштысы, түлектер арасында Жаңақазған ауылының байырғы тұрғыны Кенжетай аға Тоқмұратов қажылық сапар шегіп, бүгінде ел халықтың сыйлы қарияларының бірі, яғни әжі ата атанып отыр. Бүгінгі қуанышты күндердің бірі болып отырған мынау егеменділіктің арқасы ғой. Біздің мына жұбайымыздың 50 жылдық тойы болып жатыр екен. Тойларыменен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз тыныш болсын, балдарымыз бақытты болсын. Осындай күнге жеткергеніне мың қатара шүкір деп айтамыз. Президентімізге де рахмет деп айтамыз. Осы міне біздердің түлеп ұшқан ұямызды әдемі қылып осындай неге жеткізген Иба апайға да көп рахметтер айтамыз. Бақытты болсын, жұмыстарда табыстар тілеймін. Мінекей біз осы мектептен ұшқанымызға ризамыз. Не деген мекемелердің бастықтары болып жатыр. Құдайға шүкір, еліміз тыныш, балдарымыз осы мектептен ұлағатты ұстаз болып, жақсы жетіліп жатыр. Жолдастарымды шын жүректен құттықтаймын. Әрдайым осындай жүздерінде күлкі ойнап, бала шағасының алдында өні өсіп жүре берсін деймін. Денсаулықтың арқасында, осы күндерге жеткізгеніне мың қайтара шүкір дейміз. Немере өсті, қыз өсті, осы мектептен ұшып, кәсіп иелері болып жатыр, Құдайға шүкір. Балдарымыз оқып, жоғары мекемелерде істеп жатыр. Бұл да осы мектептен алтын ұядан жақсы тәлім алып, білім алғанының арқасы деп ойлаймын. Енді 60 жылдықта тойларда да осындай көздері түгел, бір-бірімен тату тәтті жасай беріп, осыған қатыса беруіне шын жүректен тілектеспін. Достық қарым-қатынас бұл екінің бірінің қолынан келе бермейтін іс. Ал 70 жылға таяу уақыт дос болып, өмірдің ауыр жеңілін бірге көтеру нағыз ерге тән қасиет. Бүгінде жастары 70-ке таяп қалған ел ағалары менен ақжаулықты аналарымыздың әлі де жастық қайраты кеткен емес. Ел халықтың амандығын тілеп, 60 жылдық кездесуді де ұйымдастырамыз. Алтын ұя мектебімізге келіп, немере шөберелерімізге насихат айтып, оқу білімнің пайдасы зор екендігін ұқтырамыз дейді қариялары. Халқымызға қызмет етіп, еңбек етіп, бүгінгі күні 50 жылдан кейін басымыз қосылып, бірге оралып, бүгін өте бір қуанышты күн. Көңілден әр нәрсе өтеді, балалық шағында өтеді. Қазірге арқамызға қарап, өткен өмірді елестететін болсақ, не бір қиыншылықтар, не бір қуанышты күндер, не бір жетістіктерге жеттік, ол үшін ризамыз өмірімізден. Ол кезде оқытушы деген санаулы еді, оқытушының өзі саны аз еді. Осы жерде кездесіп отқан Райым деген ағамыз бастауыш сынып оқытушы еді. Нарболат Тайбағаров деген ағайымыз математика оқытушы еді. Небір оқытушылар, небір ұстаздар өтті. Біз барлығына ризамыз. Солардың бір ауыз ақылы. Ол кезде енді қазіргідей техника дамымаған. Сол мұғалімнің аузынан не шықса соны қағып аласың, соны айтып бересің. Соны есінен шықпайсың. Әлде естен шықпай, сол бізге осы өмірімізде солардың берген білімі азық. Осындай дәрежеге жеттік. Біз мың қатары шүкір. Бүгін мектеп коллективіне осы кешті ұйымдастырып отқан біздің осы орталықта отырған жолдастарымызға, қатар құрбыларымызға бәріне ризамыз. Оқытушыларымыз келіп отырыпты. Ұзақтан келгені бар, жақыннан келгені бар. Баршасына қадамдарына гүл бітсін. Өмірлі бақытты болсын. 50 жылдық кездесуге арналған мерекелік шарада жиылғандар бір-бірлеріне ыстық лебіздерін білдірді. Оған қоса 5-ші мектептің оқушы жастарының дайындаған мерекелік бағдарламасын тамашалады. Онда орындалған ән-билерде мектеп, ұстаз, достық, тыныштық пенен бейбітшілік, бүгінгі күнге деген шүкірлік сезіліп тұрды. Әрине әрбір адам ел халқы алдында құрметке лайық болу үшін халқына адал еңбек етіп, ауырын жеңіл етуі қажет. Абай атамыз айтқандай, бұл азаматтар да елінің кетігін тауып, дер кезінде кірпішін дұрыс қалай білген. Соның арқасында бүгінгідей мерейлі жасқа жетіп, сый құрметке бөленіп отыр. Бізді шығармашылық тобымыз атынан 50 жылдық кездесуге келген азаматтардың отбасыларына тыныштық пенен береке, денсаулық пенен бақыт тілейміз.